әрбір дәрігердің подходы әртүрлі. Егер де ол дәрігер сіздің құрбыңызды күшті босандырған болса, ол сізде де дәл солай болады деген сөз емес. Неге? Өйткені әрбір дәрігердің подходы әртүрлі. Яғни сіздің құрбыңыз үшін ол күшті дәрігер, ол білімді дәрігер, ол керемет дәрігер болса, сіз үшін олай болмауы мүмкін. Неге? Өйткені әрбір дәрігердің өзінің подходы болады. Кейбір дәрігерлер бұрынғы совет үкіметінің жаңағы сондай подходтармен қаттырақ сөйлеп, әйелді жаңағыдай қаттырақ ұстап босану барысында деген сияқты сондай жолдарды қолдануы мүмкін. Егер де кейбір әйелдерге босану барысында қаттырақ сөйлесе, бір кішкене дауысын көтеріп сөйлесе, ол есімді жидым, өз-өзімді қолыма алдым сол кезде деп айтып жатуы мүмкін. Ал басқа әйелге керісінше жұмсақ сөйлегені, дауысын көтермегені, сондай ұнауы мүмкін. Сондықтан да сіздің таңдайтын дәрігеріңіз ол сізге келетін, сіздің бір принциптарыңызға сай, сіздің қалауларыңызға сай келетін дәрігер болуы керек.